Ассалаумағалейкум құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Біз бүгін сіздердің назарларыңызға Үндістанның Санипат ауданындағы Харкода елді мекеніндегі Пратап мырзаның шаруашылығын ұсынамыз. Аударма жасаған және микрофон алдында мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Пратап мырзаның фермасы Пратап Дейри Фарм, яғни Пратап сүт өндіру фермасы деп аталады. Ферма аз ғана жер аумағы арқылы максималды және қалдықсыз өнім алуға құрылған. Ең бастысы, бұл ферма өз өнімдерін өзі толыққанды өңдейді. Және өз ауылына спорт мектебін салып берген екен. Ферманың тыныс-тіршілігі жайлы және өндірістегі басқа да қызықты мәліметтерге қанық болғыңыз келсе, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Себебі Пратап мырза шынымен де құрметке лайық адам екеніне көзіңіз жететін болады. Ең әуелі Пратап мырза үлкен ферманы және спорт мектебін бәрін өз ауылына пайда келтіру үшін жасағанын айтады. Ол салған және қаржыландыратын мектепте олимпиадалық спорт түрлерінен балалар жаттығады. Ал оның фермасы мен сүт өңдеу цехтарында және де сауда дүкендерінде жүздеген адам жұмыс жасайды. Ферманың иесімен аздап сұхбаттастық. Сұхбат барысында ферманың іші өте таза екендігіне жайлы таңданысымызды білдірдік. Ол бізді өте қызықты жерге алып барды. Келген сәтте ақ байқалған едік ферманың ішінің тазалығын. Ол кісіні алып барған жеріне бару үшін біраз жоғары көтерілу қажет болды. Ферма иелері әуел баста ақ қиды ақшаға айналдырғысы келген екен. Солай арнайы құрылғыларды тауып, сиырдың қиынан табиғи отын жасауды жолға қояды. Яғни қи престеліп, ортасы тесік цилиндр пішінін қабылдайды да кептіріледі. Және бір байқағанымыз, сиырлардың жағдайы жақсы, суы таза, қорасы да жалпы таза және табиғи таза тамақтандыруда. Алайда сақтықта қорлық жоқ. Сиырлардың түрлі ауруларға қарсы ем-дом жасау үшін арнайы ветеринариялық дәрі-дәрмек сақтауға арналған орындары бар екен. Мұнда ұсақ дәрілерден бастап ірі қараны қолдан ұрықтандыруға арналған құралдар, ұрық сақтайтын дюар ыдысы және басқа да түрлі дәрі-дәрмектер сақталады екен. Келесі кезекте сиырларды сау залы. Мұнда жартылай автоматты сауын аппараты қолданылады, яғни дамыған елдердегідей сүтті труба арқылы тасымалданбайды. Мұнда сүт тасуға арнайы алюминийден жасалған ыдыстар қолданылады екен. Алайда бірден бір ыңғайлы нәрсе бұл сиыр сауатын вакуумды аппарат тұрақты, яғни жоғарыда тартылған труба бойында вакуум бар. Бұл сиыр сау кезінде пульсаторлар арқылы қолданылады. Өте ыңғайлы. 100% заманауи деп айта алмаймыз, себебі сауылған сүт флякқа құйылады, ол еңбек күші арқылы тасымалданады. Ал еуропалық фермаларда сауылған сүт тікелей труба бойымен салқындатылып, танкерлерге құйылатынын айта кетейік. Сиырларды сауып жатқан кезінде алғыс ретінде тамақ береміз дейді. Шынымен де біз мұнда шөп турағыш пенен жем тазартқышты көріп тұрмыз. Екеуі бөлек тұр, бірақ сиырларға қоспа етіп араластырып беретінін айтуда. Алайда сиырды ер азаматтардың қолымен де сауа береді, себебі сауын залы барлық талаптарға, оның ішінде сиырлардың қозғалыс, яғни сол жаққа барып сауылу талаптарына сай келмейді дейді. Яғни қажеттіліктен біз осындай көрініс көріп отырмыз. Бір ескере кететін жайт, мұнда еңбек күші аса қымбат емес. Пратап мырзадан сол жайлы сұрағанымызда ол кісі де солай деп жауап берді. Әзірге бұдан аса қатты шығын көріп жатқанымыз жоқ дейді, әрі көп адамға жұмыс беріп жатқанын өзіне мақтаныш етіп санайды. Ферманы аралап болған соң Пратап мырза салған спорт мектебіне бардық. Мұнда қамнен қаперсіз жаттығып жатқан балаларменен сұхбаттасып, олардың бәрі чемпион болғысы келеді. Үндістан соңғы Токио олимпиадасында 7 медаль алған, оның біреуі алтын. Пратап мырза осы балалардың да чемпион болатынына сенетінін айтады және чемпион болмаса да салауатты өмір салтын ұстануға қосқан үлесіміз деп айтып жатыр. Пратап Дейри and Sweet, яғни Пратап сүт фермасы және тәттілері
I love Кахарди дейді. Яғни Кахарди бұл осы елді мекен. Бұл есігін келушілеріне айқара ашқан мекеме, шағын кафе, плюс дүкен деуге де болады. Жалпы менің осы бір кішкентай Үндістан ауылындағы сиыр фермасынан көрген түйгенім, оларда дамыған технология ұлан-ғайыр жайылым жоқ, алайда оларда еңбекшіл, қанағатшыл, ең бастысы кәсіп бастап, ауылына, өз өлкесіне пайдасын тигізіп жатқан жақсы адамдар бар. Ең үлкен байлық адамдар. Әлемде және Қазақстанда жақсы адамдар аман болсын.